Парасатты отбасы байқауының облыстық кезеңі өз мәресіне жетті. Бірлігі мен берекесі жарасқан жарасымды жанұялар марапат биігінен көрінді. Шаңырағы шаттыққа толы, жандар көпке үлгі. Байқауды облыстық білім басқармасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті ұйымдастырды. Таныстыру кезеңінен соң балалар қылқала мен тамаша туындылар салды. Парасатты отбасы байқауының негізгі мақсаты ол мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен көзқарасты адами құндылықтармен байланыстырып, отбасында құндылықтарды насихаттау мақсатында, яғни адал еңбекті насихаттау мақсатында соған ұштастырылып жасалып жатқан жұмыс. 70-тің үстінде бейнероликтер сараптамаға салынды, солардың ішінде жеңімпаздар анықталып, 3 деңгейде өткізілді ол. Енді аудандық облыстық деңгейдегі қазір парасатты отбасы өз мәресіне жетті. Алдағы уақытта республикалық байқауға қатысуға мүмкіндіктері бар. Жарыс қорытындысы бойынша 3-ші орынға Арал ауданынан Әбдіжәлелевтер отбасы лайық деп танылды. Ал Шиелінің намысын қорғаған Әбдірахмановтар әулеті 2-ші орынды иеленсе, көптің көзайымына айналған Қазалылық Асқаровтар отбасы үздік атанды. 5 бала тәрбиелеп отырмыз. Баламызды осы жобада адалдыққа, адамгершілікке, инабаттылыққа үйретіп, осы жобада сыбайлас жемқорлыққа қарсы балаларым сурет салып, орын алып отырмыз. Бұдан бөлек топтан дара шыққан қатысушы отбасыларға шеберлер отбасы, жомарт отбасы, дәстүрге берік отбасы, көп тілді отбасы номинациялары табыс етілді. Айта кету керек, марапаттау рәсіміне келе алмаған қатысушылар Zoom платформасы арқылы қосылып тамашалады. Айғаным Құрмашева, Алпамыс Әшірбеков, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.